ағай, сонымен сұхбатымызды бастаймыз. Сізгінде мен Махаббат Бақытжанқызы. Сонымен қонағымыз келіп жайғасты, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Момбекова Айжамал Жаханқызы. Нөмірі 11-ші қалалық емхананың учаскелік дәрігері. Қош келіпсіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Әдетте бізде дәрігерлер ауырмайтындай көрінеді ғой. Десе денсаулығыңыз жақсы шығар. Денсаулығым Аллаға шүкір жақсы. Қазірге дейін шағым жоқ. Тамаша, ауырмаңыз, өйткені сіздер халықты емдейсіздер ғой, тұрғындарды емдейсіздер. Олай болса, Айжамал Жаханқызы, өзіңізді арнайы шақырып отырмыз. Қазір жалпы осы қыс ауасында, маусымдық дейікші, осы кезде тамақ аурулары өте көп кездеседі, өте өзекті аурулардың бірі. Осыған сәйкес бұл тамақ ауруларының белгілері, алдын алу, емделу жолдары, анықтау туралы, себеп салдары туралы білгіміз кеп шақырып отқан жағдайымыз бар. Сонымен сөз кезегі өзіңізде, әсіресе дәл мынау қазір ковидпен қатысты болып жатыр, пневмониямен қатысты, осыған қатысты қатты аса бір белгілері жоқ, алайда тамақ ауруынан басталатын да туралы бізге осы тұрғындар айтып жатады. Осы қаншалықты осы ойға қатысты айтарыңыз? Жалпы тамақ ауруының енді кез келген біздің организмде тыныс алу жолының аурулары, ең бірінші мына жоғарғы тыныс алу жолдары, одан кейін төменгі тыныс жолдары арқылы өтеді. Тыныс алу жолдарының мына тамақ ауруы болсын, ларингит болсын, айтып жатамыз ангина болсын, пневмония болсын, барлығының ену жолы ол мұрын біріншіден, екіншіден ауыз жұтқыншақ болып табылады. Ену қақпасы инфекцияның, бактерияның, немесе жай ғана суықтау, суық ауаның ену қақпасы осы жер болып табылады. Мұрын арқылы кіріп организмге ең бірінші сол мұрынды зақымдайды. Яғни жай ғана бірінші мұрыннан су ағу деп айтып жатады барлығымыз. Мұрынның бітелуі, құрғауы, немесе қышып тұруы деген сияқты белгілерді айтады. Екіншіден ол ауыз жұтқыншақ арқылы енгеннен кейін ол сол тамақтың құрғауынан басталады. Тамақтың қышуы, немесе құрғақ жөтел пайда бола бастайды. Осылай жоғарғы тыныс алу жолдарынікі осылай басталады. Кейін ол төмен қарай түскен кезде, көмекейге барған кезде уже дауыстың қарлығуы пайда болады. Жұтынған кезімізде лимфа түйіндерінің жұтынған кезде ауырсынуы пайда болады, және сыртқы жағынан көрген кезде лимфа түйіндері ұлғайып тұрады өзімізге де. Оны дәрігер емес, тіпті пациенттің өзі әркім ұстап байқай алады. Бұрынғыға қарағанда ұлғайып тұрғанын. Одан қарай ол төмен қарай түседі. Егер уақытылы емделінбейтін болса, немесе уақытылы диагностика жасалынбаса, төмен қарай түсіп, ол уже бронхқа және өкпеге түседі. Тыныс алу жолының төменгі жағы дегеніміз осы именно бронх және өкпенің қабынуы. Яғни өкпеге түскендегі жағаға болып тұр ғой, асқынудың салдарынан болып тұр ғой? Асқынудың салдарынан болып тұр. Немесе өзі арнайы бактериялар бар, нақты өкпе тінін жақсы көретін, нақты бронхтардың қабынуын шақыртатын. Ол кезде олар тікелей жоғарғы тыныс алу жолдарын зақымдамай, тікелей өкпені зақымдауы мүмкін. Енді ең басты белгілер қазіргі эпид ахуалға байланысты, менің айтар едім, тамақ жыбырлау, тамақ қышу, жөтелу болсын, жеңіл желпі пайда болғанын бастап, дәрігерге қаралу керек. Өйткені қазіргі эпид ахуалға байланысты ковидіміз да, пневмониямыз да атипті, яғни бұрынғыға ұқсамайды. Классикалық түрде барлығы кітапта жазылғандай болмайды. Әр науқаста әр түрлі, сондықтан дәрігер нақты көріп, талдаулар жасап, аспаптық зерттеулерге жіберіп, қажетінше, сосын барып емделу қажет деп ойлаймын. Десек дейін, дәл қазіргі кезде осы тамақ ауруымен келетіндер саны көбейіп жоқ па, жоқ әлде қалай? Тамақ аурулармен келетін науқастар күз айларында көбейеді, құрғақ ауаның құрғауына байланысты, қыс айларында көбейеді, суық ауаға байланысты, және көктем айларында аллергиялық көріністер қосылып, соларға көбейе бастайды. Қазіргі кезде бізде егерде науқаста, мысалы, жедел респираторлы ауру деген бар, және жедел инфекциялық респираторлы ауру деген бар. Сосын грипп деген болады. Біз халықтың түсінігінше жаңағы кішкене жөтеліп, мұрнымыз пысылдаса, барлығымыз грипп болып қалдық деп ойлаймыз. Грипп ол вирусты инфекция. Одан міндетті түрде вирус болады.
Оның жаңағы А, Б, С деген сияқты типтері болады. Олардың тек тамақ ауруымен емес, олар температурамен көрініс береді. Көздің жасаурауы, мұрнынан су ағу, кеңсірік, көз алмасының ауруы, жалпы бастың ауруы, мына денеміз қалтырап, қатты солқылдап, біреу ұрып тастағандай төсектен тұра алмай жатырмын деп осылай айтады. Основной науқастар. Бұл нағыз грипптің белгілері. Және ол тарағыштығы көп халық арасында. Бір мекемеде бір адам ауырса, міндетті түрде қасындағыларға жұқтырады. Жұғу қауіптілігі жоғары. Контагиоздық деп айтады оны бізде медицинада. Одан бөлек ОРВИ деген бар. Ол жедел респираторлық ауру, қазақшасы ЖРВИ. Бұл да гриппқа ұқсас, бірақ бұған 300-ге жуық вирустар кіреді. Бірақ грипп емес. Парагрипп деп аталынады, аденовирусты инфекция деп аталынады. Бұл жеңіл түрі ма сонда? Жоқ, бұл да вирус. Бұл екеуі вирус. Бұның қоздырғышы бар. Бұлар да организмге еніп, жоғарғы тыныс алу жолдарының, төменгі тыныс алу жолдарының қабынуын тудырады, тіпті пневмонияға дейін алып келеді. Ол айырмашылығы не сонда? Қоздырғышында. Грипптіктің қоздырғышы өзінің грипп ортомиксовиридей деген топқа жататын қоздырғыш. Ал ОРВИ деген олар өте көп, 300-ге жуық вирустар кіреді. Сол екеуінің айырмашылығы сонда. Бұны только біз жаңағы серологиялық әдістер арқылы, мұрын жұтқыншақтан, аңқадан, анализ, мазок алу арқылы ғана анықтаймыз негізгісі. Ал мынау ОРЗ деп айтады жалпы медициналық тілде, жедел респираторлық ауру деген бар. Бұл жерде инфекция жүрмейді. Біз қазақта жаңағы суықтап қалдық, суық тиіп қалды деп айтып жатады. Бұл жерде температура көрініс бере бермейді. Тек қана жаңағы мұрнымыз қышып қоюы мүмкін, кішкене су ағуы мүмкін, немесе жаңағы тамағыңыз құрғап тұруы мүмкін, жұтынған кезде кішкене дискомфорт болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде инфекция болмайды основном. Және инфекция болмағандықтан мынау несі? Клиникасында баяулау өтеді. Қатты бұрқасын температура болмайды, науқас өзін әлсіз сезінбейді, аяқта тік жүреді, жұмысына барып келе береді. Бірақ жаңағы симптомдар болады. Мысалға, бірден мұздай ауа жұтсақ, ол болуы мүмкін. Бірден мұздай су ішсек болуы мүмкін. Ұстап қалады дейді ғой, Ұстап қалады. Біздің мұрнымыз, аузымыздың өзі сондай фильтрлік, сүзгіштік, жылытқыштық қасиеттері бар. Мысалға, мұрнымызда сондай түтікшелер, эпителийлер болады. Мұздай ауаны ішке жылытып барып өткізеді. Мұздай су ішсек те тамағымыз, тыныс жолдарымыз соны жылытып барып организмге түсіруге тырысады. Бірақ суық қаншалықты көп болса, мөлшері мысалға, қатты суықтаса, немесе науқастың тыныс алу жолдары әлсіз болса, сол кезде ол осыған ұшырайды. Түсінікті. Енді тамақ ауруына келетін болсақ, сіз қазір өте қатты дұрыс түсіндіріп айтып бердіңіз, жіктеп, десе де тамақ ауру дегенде бізде тамағым ауырып қалды деймізде, барлығымыздың біліміміз бойынша ангина дейміз ғой, баспа ауру дейміз қазақша. Сол деп ойлаймыз. Расымен де оның да өзінің түр-түрі бар, Осы түр-түрі, ол белгілері қандай, неден бастау алады, айырмашылығы туралы айтып беріңізші. Бізде жаңағы ең бірінші жедел ринит дейді. Ол мұрынның қабынуы. Ол кезде мұрыннан су ағады, мұрныңыз бітуі мүмкін, және аздап қышынуы мүмкін. Бұны осылай басталады жалпы белгісі. Одан кейін бізде жедел ангина дейміз, немесе танзелит деп те айтып жатады. Яғни ол кезде бадамша бездері, тамақтың астын, аңқадағы, сол бездер ісінеді. Бұл міндетті түрде температура береді, кішкентайларда да, үлкендерде. Себебі ол бездердің өзі біздің иммундық система жүйемізге қатысты. Сондықтан ең бірінші олар жұмыс жасап бастайды. Иммундық жүйе, яғни келген бактериямен, келген инфекциямен күресуді сол жер бастайды. Сондықтан ең бірінші температураны міндетті түрде береді, бездері ісінеді, науқас жұтына алмай қалады, жұтынғанда ауырсыну болады, асқынған түрлерінде іріңдейді ол жер, қанайды, абсцесс болуы мүмкін. Ол кезде жаңағы хирург, лор дәрігерлердің көмегі қажет болады.
Ал жаңағы асқынбаған түрлерінде оны емдеуге болады. Бұл жерде оған міндетті түрде антибактериалды ем қолданылады. Себебі ангинаны ол жерге стафилококк, стрептококк деген сияқты өзінің қоздырғыштары міндетті түрде қоздырады. Және ангинаны бізде көп науқастар емдеген кезде жаңағы антибиотик 3 күн, 5 күн алып ары қарай тоқтатып қояды, сәл жағдайы жақсарған кезде. Оны олай жасауға болмайды. Себебі бұл ары қарай жүрекке асқыныстар беруі мүмкін, ревматикалық ауруларға, одан кейін буындарға асқыныс беруі мүмкін. Өйткені қанда жаңағы бактерия өлмей қалып кеткеннен кейін толық ол қанда айналып жүріп, қанның бойымен сол буындарды зақымдайды. Және жүректің қақпақшаларына дейін зақымдауы мүмкін. Жаңағы жіті ревматикалық аурулар деп кішкентай балаларда диагноз қойылып жатады. Сол кезде анықталғанда осы бадамша бездерінің ангинаның көп болуы ең бірінші себеп болып жатады. Одан кейін ары қарай фарингит, ларингит деп өзгереді. Ол мысалы тамақтың ауруы уже. Ол кезде баспа емес, ангина жоқ, бадамша бездерінің өзі ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Бұл кезде жұтқыншақта пайда болады. Даусыңыз қарлығып кішкене шығады, тамағыңыз қышиды, осындай белгілер болады. Өзгеріске ұшырайды ғой бірден айтқанда, иә? Ал ларингит дегеніміз ол мынау ит үрген сияқты жөтел дейді, лающий кашель деп айтады бізде. Жаңағы гүрілдеп шығады жөтел, және құрғақ болады өте. Және дауыс байламына әсер етеді бұл. Дауысыңыз қарлығып, мүлде кейде шықпай қалуы мүмкін. Шықпай қалатын жағдай көп болады осы, байқаймын кейде. Бұл осы. Ары қарай төмен түскен кезде ол уже бронхит шақырады, жедел бронхит. Уақытылы емделінбесе ол созылмалы бронхитке айналады. Бұл кезде өкпеге тарайтын мынау екі оң және сол жақ бронхтардың қабынуымен жүреді. Бұл кезде науқаста құрғақ та, ылғалды да жөтел болады, температура береді науқаста, ентігу аздап беруі мүмкін. Одан қарай ары қарай өтсе уже пневмонияға ұласады. Пневмония дегеніміз бұл өкпенің өзінің қабынуы. Бұл кезде міндетті түрде науқаста біз тыныс алу жиілігін өлшейміз, пульсоксиметрия жүргіземіз, яғни оттегінің ағзамен қаншалықты қамтамасыз етіліп тұрғаны. Және де қан анализдерінде өзгерістер болады. Осы қабынуға жауап беретін жаңағы анализ бар, солар жоғары көрсетіліп тұрады. Және де мынау инструменталды зерттеу кезінде рентгенге, КТ-ға өкпені түсірген кезде өкпеде зақымдалу көрініп тұрады. Қабыну ошағы бір жақты, екі жақты, төменгі жағында, жоғарғы жағында деген сияқты көрініс береді. Түсінікті. Яғни жай ғана салқын су немесе салқын ауа жатқаннан кейін жайлап-жайлап тамақтың ісінуі, одан кейін жөтел, одан кейін пневмония болып тұр ғой сонда, иә? Ұласу мүмкін. Немесе жеке пневмонияның өзі де болуы мүмкін. Түсінікті. Енді қараңызшы, әдетте біз басқа қайдам, енді өз басым тамағым ауырған кезде көбісі солай шығар деп ойлаймын енді. Самолечение дейді ғой, үй жағдайында көбіне тамақты шаю деген сияқты, соратын дәрілер бар ғой, соларды сорып қана қоямыз, е? Яғни қай түрін біз анықтай алмай жатып, барлығына бірдей осы емді өз бетімізше қабылдайтын сияқтымыз. Өзі қаншалықты бұрыс, оның салдары қандай болуы мүмкін, негізі қандай ем керек? Неден бастаған дұрыс үйде, дәрігерге бармай тұрған кезде? Дәрігерге бармай тұрып, біз өз жағдайымызды бірінші бақылауымыз керек. Дәрігерге, мысалға, пневмониядан біз кез келген жағдайда күдіктенеміз, егерде науқаста ентігу болатын болса. Ентігуді ол санай алмауы мүмкін, қалыпты жағдайда қанша болуын білмеуі мүмкін, бірақ ол өзі бұрынғыға қарағанда ентігеді. Кішкене жүрсе, үй жағдайында мысалға бір физикалық жүктеме болса, үйін пылесостап, жуып, кішкене сондай болған кезде уже ода ентігу бола бастайды. Немесе мынау кішкене лестницаларға көтерілген кезде осындай ентігулерді байқайды. Одан кейін температурасын үнемі қадағалауымыз керек. Жаңағы аталып өткен 3 жағдайда да бәрінде температура беруі мүмкін. Бірақ температура 3 күннен артық болып жатса, және ол температураны түсіретін дәрілерге
төзімді болмай жатса, мысалы дәрі ішесіз, температураны түсіретін, қайталап шығады. Таңертең іштіңіз, түсте қайтадан температура шығады, немесе түспейді температураны түсіретін дәрілерге. Осы жағдайда қауіпті болып саналады. Сонымен қатар жөтел қақырықпен пайда болатын болса, егер қақырықпен пайда болды деген сөз, ол қабыну организмде нақты бар деген сөз. Тағы да бір белгісі, біздің жаңағы жүректің соғу жиілігі жоғарылай бастайды. Және жалпы науқас өзі мазасызданады қатты. Тәбеті болмайды, мысалға. Жүрек соғу жиілігі мына температураның жоғарылауына байланысты да пайда болады науқаста. Негізгі біз науқасты үйге қалдыру, немесе амбулаторлы түрде емдеу, немесе стационарға жіберу ауруханаға деп үшке бөлген кезде негізгі критерий осы температурасына қараймыз. Науқаста ентігу бар ма, жоқ па, соған қараймыз. Және де жалпы қан анализі, рентген қорытындыларына қараймыз. Сонымен қатар жас ерекшелігіне, оның организмді осы ауруды көтере алушылығына, оған бейімділігіне қараймыз. Мысалға, 65 жастан жоғары кісілер бұл ауруларды жастарға қарағанда қиынырақ өткізеді. Жүкті әйелдер бұны қиынырақ өткізеді. Сонымен қатар созылмалы аурулары бар кісілер. Мысалға, бір кісіде бронх демікпесі болуы мүмкін, өкпенің созылмалы ауруы болуы мүмкін, қант диабеті болуы мүмкін, артериалды гипертензия деген сияқты созылмалы аурулары болуы мүмкін. Осы науқастарға кішкене осындай симптомдар басталған кезде бірден ем алу қажет. Себебі бұл кісілерде басқа ауруларға деген бейімділік жоғары, тезірек өршіп, тезірек асқынып кетуі мүмкін. Тағы сұраққа, алдында сұраққа тағы да қойғым келіп отыр сізге. Ауырған жағдайда барлығына бірдей ем қабылдаймыз, өз бетімізше ем аламыз үйде. Осы дұрыс па, дұрыс емес па, және де неден бастау керек, қалай емделу керек жағдайында. Енді барлығы бірден дәрігерге бара бермейтіні анық, мүмкіндік болмауы мүмкін, жаңағыдай уақыты болмауы мүмкін деген сияқты. Ең бірінші сұйықтық ішу керекпіз. Кез келген температура беретін жедел осы респираторлы аурулар болсын. Жалпы медицинада кез келген аурудың ең бірінші сұйықтық қабылдау, ол міндетті болып саналады. Себебі сұйықтық бірінші температураны түсіруге жәрдем береді, біздегі жылу алмасуды реттеп отырады. Екіншіден, үй жағдайында мұрын, жұтқыншақ, ауызды шайып отыруымыз керек міндетті түрде. Ол біріншіден мұрынға түскен, жұтқыншаққа, ауызға түскен инфекцияны шайып отырады. Екіншіден, жаңағы ылғалдылығын реттеп отырады. Үй жағдайында бәрімізге қол жетімді тұз ертіндісімен шаюымызға болады, содалы ертіндімен шаюымызға болады, йод тамшылатып суға шаюымызға болады. Және де бұрыннан келе жатқан фурацилин ертіндісі бар, шалфеймен, ромашкамен шаюымызға болады, тұнбасымен. Әрбір 2 сағат сайын, осы барлығымен бірдей емес әрине, тұзбен мысалға 4 реттен артық шаюдың қажеті жоқ. Күніне? Мұрынды, тамақты. Өйткені ол құрғатады бір жағынан, және де кейбір шырышты қабаттары нәзік болса, тітіркендіреді. Тітіркендіру беру мүмкін. Одан кейін температурамыз болса, температураны негізі барлық жағдайда түсіре бермеген дұрыс. Егер де 38-38-де 5-тен жоғары болатын болса, температураны түсіреміз. Және де кейбір балалар немесе үлкен кісілер болады, судорогке тырысуға бейім, және де температураны көтере алмайтын, ыңырсып, ұйықтай алмай, басы кеңсірігі бәрі ауырып деген сияқты. Осы жағдайларда ыстықты түсіреміз. 37-37-де 5 болып тұрса, негізі организмнің сол инфекциямен күресуіне кедергі жасамауымыз қажет мүмкіндігінше. Одан кейін тамақтануымызды дұрыстауымыз керек, майлы тағамдар, тұзды тағамдарды кішкене шектей тұруымыз керек. Мүмкін сұйық тамақтар ыстық сорпа, қайнатпа сорпа, тауықтың сорпасы, соларымызды ішуіміз қажет. Және үй жағдайында біздің лимонымыз болса, үмбіріміз болса, солармен шай дайындап, сұйықтық дайындап. Көп кісілерге сұйықтық көбірек ішіңіз десе, құр су іше алмайды мысалға. Сол кісілерге жаңағы егерде аллергиясы жоқ болса, осы өнімдерге лимон, үмбір қосып
сұйықтық шай көбірек ішу керек. Және витамин С болса үйде, біздің аскорбин қышқылы деп айтамыз. Витамин С осы именно жедел аурулар кезінде оның организмде рөлі күшті. Витамин С біздің тұрақсыз, ол өте. Біз есінесек те, түшкірсек те, қимылдасақ та, осындай кез келген жағдайларда бізден шығып кететін витамин. Витамин С-ға тоқталайықшы. Мысалы, енді оның қазір түрлі пішінде бар ғой жаңағыдай, арнайы капсулада, арнайы ыдыста, немесе таблетка түрінде. Дозасы қандай? Мысалға, жай профилактика үшін дейік. Үлкен адамға қанша, кішкентай адамға қанша болу керек? Аскорбин қышқылы негізі ең бірінші дәріге жүгінбей, жаңағы айтып өткен лимонымыздан, кивиіміздан, апельсиніміздан, жалпы сары түсті өнімдердің барлығында витамин С көбірек кездеседі. Сәбізімізде біздің солар өте жақсы. Мысалы, апельсинде, лимон, апельсинде витамин С жақсы, бірақ кивиде одан 10 есе жоғары. Сондықтан, егер де сізде асқазаныңыз қышқылдылықты жақсы көтеретін болса, онда киви өнімін де үйде жақсы қолдануға болады. Жиілік тұнған дұрыс. Сосын аскорбинканың қазір дрожжи түрі бар, кішкентай ақ құтышада 125, 250, 500 миллиграмдық болып бөлінеді. Одан кейін мынау ақ бөлек қорапшада таблетка түрінде бар. Одан кейін цевикап деген сияқты капля, тамшы түрлері, балаларға арналған түрлері бар. Сосын инъекция түрінде салатын жаңағы түрі бар ампулада. Осыларды кем дегенде ауырған күннен бастап, ауру өткеннен кейін 7 күнге дейін біз қолданғанымыз дұрыс. Күніне 500 миллиграмдықтан 2 рет, 3 рет үлкен кісілер қолдануға болады. Балаларға 125-250 миллиграмдықтан қолдануға болады. Тағы мәселе осы С витамині бір қышқыл, витаминдерді аш қарын қабылдау болмайтындығы бар, өйткені асқазанның ауруын тудырады. Организмде өзі асқазанымыздың өзінде біздің тұз қышқылы бар. Қышқыл орта болып саналынады. Ол себебі кез келген түскен бактериямызды нейтрализовать етіп отыру керек. Қышқылдылық жалпы бізде жоғары асқазанда. Сондықтан да қышқыл өнімдерін, аскорбин қышқылы болсын, қолданған кезде тамақтанып болып, кішкене 20-30 минут өткеннен кейін ішкен дұрыс. Енді емдеу жолын тоқталайық. Соңғы сұрақ, үй жағдайында кемі 2-3 күн өзіміз емдеп көрдік, тамағымызды шайдық, болма дәрігерге бардық, жаңа өзіңіз айтыңыз арнайы сынамалар арқылы анализдер алынып анықталды. Енді емдеу жолдарынан тоқталсақ, бірден бір емі қандай емделеді ме? Тіпті осы ертеде қазақта баспа деп жатады ғой, осы тамақты баспа деп сонда бір қазақша емдеу бар. Бүгінгі таңда ондай қазақша емге жүгінетіндер де бар, дәрігерлерге жүгінетіндер бар. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, осы туралы айтып берсеңіз, сұхбатымыз аяқталып қалыпты. Енді баспа ол қазірге бізде айтып жүрген ангина ғой, жалпы айтқан кезде. Осы антибиотиктерді қолданбай, кейде басса тез кетіп қалады деп, осы халықтың арасында үлкен кісілерге, апа-әжелерге апарып жатады. Ол егерде баспа ол жерде іріңдеп тұратындай болса, қанап тұратындай болса, оны басқан кезде жаңағы бөлінеді, ірің жан-жаққа тарқайды. Қанда бөлінеді, жан-жағына тарқайды. Ол арғарай ішкі тыныс алу жолдарына өтуі мүмкін, асқазанға өтуі мүмкін, жалпы жұтқан кезде олар. Және де оны қолмен басып, күш түсіріп, іріңін сыртқа шығарғаннан кейін, ол организм үшін қауіпті болып саналады. Бүкіл қанға да тарауы мүмкін. Кейбір оқиғаларда естігеніміз бар, осы баспаны басқаннан кейін тыныс жеткіліксіздігі болған кішкентай сәбилерді. Сондықтан бұл қауіпті әдіс деп ойлаймын. Енді бұрынғы кезде медицинамыз дамымаған кезде бұл әдіс бұл қажетті болып табылған шығар сол кездерде. Бірақ қазіргі кезде бұл дұрыс емес деп ойлаймын өзім дәрігер ретінде. Енді емдеу жолдарында қоздырғышқа байланысты. Егер дәрігер сізде оны вирусқа байланысты шыққан белгілер, осы жедел респираторлы вирусты ауру десе, сізге онда вирусқа қарсы препараттар береді. Егер де ол бактериядан туындаған болса, антибактериалды, яғни антибиотиктер береді. Егер де сізде жаңағы жедел респираторлы ауру, инфекция, вирус жоқ, самалдау деп жаңа айтқандай
болдық қой. Егер ондай болса, сізге антибиотик, вирусқа қарсы препараттар бермейді. Сізге тамағыңызды жібітіп, мұрныңызды жаңағы қайта-қайта шайып тұру, жоғарыда жаңа айтылған антисептикалық өнімдер арқылы, және симптоматикалық ем жүргізеді. Ал егер де ол бронхқа, өкпеге өтетіндей болса, онда бронх жүйесінде қақырықты шығаратын муколитикалық препараттар, қақырықты сұйылтатын, бронхтағы бездерді жақсы жұмыс жасатып, қабынудан қалған қалдықтардың бәрін шығаратын препараттар, және пневмония болатын болса, пневмонияның қоздырғышына қарай антибактериалды ем тағайындайды. 7-14 күн аралықта, немесе одан да асқыныстар болатын болса, одан да көбеюі мүмкін. Сонымен қатар дезинтоксикациялық дейді, яғни организмге жаңағы вирус, бактериямен күрескеннен кейінгі қалдық өнімдердің бәрін шығарып тастау керек. Сол мақсатта сізге вена ішілік инъекциялар жасау мүмкін, изотоникалық ерітінділер, гипертоникалық ерітінділер. Сонымен қоса организмді жалпы поддержка беріп тұратын витаминдер тағайындауы мүмкін. Емдері осы. Сонымен қатар осы асқыныстар жаңағы құлаққа беру мүмкін дедік, атит, мұрынға ринит, гайморит беру мүмкін. Осы асқыныстарды емдейді жалпы. Мүмкіндігі жетер кезінде кейінге қалдырмай емдеген дұрыс дейсіз бе? Дұрыс. Түсінікті. Бізге келгеніңізге пайдалы ақпарат бергеніңіз алғысым шексіз. Басы өздеріңізде ауырмаңыздар, науқастарыңыз аз болсын дегім келеді. Сөз соңында айтарыңыз қысқа нұсқа осы тамақ мұрын ауруына қатысты айтарыңыз болса, Махаббат. Құрметті телекөрермендер, қазіргі елімізде болып жатқан, жалпы бүкіл елде болып жатқан эпид ахуалға байланысты кез келген сізде тыныс алу жолдарының қабынуының белгілері болатындай болса, жөтелсеңіз, тамағыңыз ауырса, қызару, қатты жұтынған кезде ауырсыну, немесе температураңыз көтерілу деген сияқты көріністер болса, міндетті түрде өзіңіздің медициналық мекемеңізге, дәрігеріңізге жүгініңіз дегім келеді. Және осыған дейін де бізде келешектегі дәрігерлер де айтатын нәрсе, ол осы тазалық және де салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану. Осы үшеуін жақсылап ұстанған жағдайда біз барлық ауруларды жеңіп шығамыз деп ойлаймын. Рахмет сізге. Таныстыра кетейін, құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған Момбекова Айжамал Жаһанқызы, қалалық нөмір 11 емхананың учаскелік дәрігері болды. Сұхбатымыз аяқталды. Арында қалыңыздар.